1955 жылы соғыс біткен, отан соғысы. 10 жылдан кейін осы ауылға агроном болып келе жатады. Сонда осынау қара жолдың бойынан Күркүрменің жанынан жаңағыдай ауылға келе шыққанда бүкіл ауылдың адамдары сол Луизаны қарсы алады. Енді кейбіреулері жақсы ниетпен қарсы алады, кейбіреулері жаңағыдай енді кеше ғана 4-5 жыл бір соғысқан фашист, неміс, ондайды көрмеген бұл шетте жатқан ауыл, сонау шығыста бұл немісте қандай болады екен өзі. Бұл жаудың тұқымы емес пе деген секілді, жаңа дұрыс емес, былайша айтқанда қара ниетпен қарсы алды деуге де болады. Осылай Луизаны сан-саққа жүгіртіп қарсы алады. Бұл кезде бұл ауылда мына күнбағыс деген жоқ. Тек қана азын-аулақ келгендей тары егетін, азын-аулақ бидай егетін, одан басқа еш нәрсе жоқ. Сол Луиза келгеннен бастап жаңағындай бұл халықтың Луизаға деген ниеті өзгере бастайды. Өйткені бұл ауылға ең әуелі мына күнбағыс деген нәрсенің өзін, адамды жаңағындай бір қуанышқа бөлейтін, адамды бақытқа бөлейтін, мына кішкентай күннің басы секілді күнбағысты осы ауылға жаңағындай Луиза деген немістің қызы алып келіп еді. Ол немістің қызы сол кезде Луиза демей бүкіл ауыл жаңағындай күнбағар деп кеткен. Күнбағар. Күнбағар дейді, күнбағыс қыз секілді. Сол Луиза осы біздің ауылда мені кіндік шешем Анна Ивановна деген орыстың қариясы болды, кемпірі. Ол әлі де тірі, қазір 90-ға келді. Сол 90-ға келіп отырған орыстың кемпірі мені кіндік шешем. Сол кісінің Аннаның үйінде бізге көрісіп тұрады. Сол Луиза да сол үйге квартираға тұрды. Мен сол күннен бастап Луизамен достастық. Мен одан кішкене жасырақпын, кішкенемін. Луиза атқа мінуді білмейді. Қалада өскен қыз жаңағындай, ат дегенге өмір бақи мініп көрмеген, қай жағына мінуін де білмейді. Ол таңертеңнен кешке дейін жаңағы Луиза мені әуеледі, мені атқа мінуге үйретті. Біресе мына жағына аттың мінгізсе, мына жағына ауып түсіп қалады. Мына жағына мінгізсе, мына жағына ауып түсіп қалады. Сол таңертеңнен кешке дейін сол Луиза екеуміз сол күнбағыстың ортасында жаңағындай атқа мінуді үйреніп жүреміз.